осы сфинксті әлі күнге дейін білмейді, не ер екен, не әйел адам екен. Біреулер айтады, бұл құдай болған дейді, типа. Біреулер айтады, патшайым болған дейді, біреулер патша болған дейді. Әлі күнге дейін ешкім білмейді. Және бұны құлатқысы да келген, сындырғысы да келген кезінде бұның мұрнын Пушкамен, Наполеонның өзі Пушкамен атып, кезінде Египет жаулап алған кезде Пушкамен атып, мұрнын сындырған екен. Көзін барлығын сол Пушкамен атқан екен. Және бұның сақалы болған екен. Біреулер айтады, сақалы болды, сол пушкалардың кесірінен түсіп қалды дейді. А біреулер айтады, сақалы болған жоқ дейді. Егер сақалы болған болса, ол аңыз бойынша патша болады. Ал егер сақалы жоқ болған болса, онда патшайым болады. Сондықтан әлі күнге дейін сондай бір дау әлі бар. Атақты сфинкс деген осы.